Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен хичини дайындаймыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін тұзға су, жылы сұйық май және ұнды қосып жақсылап қамыр илейміз. Барлық ингредиенттер описаниеде жазылған. Міне біздің қамырымыз осындай қолға жабысып, жұмсақ болып үйленуі қажет. Енді қамырымызды жылы жерге қойып қоямыз. Енді картопымызды алып, суға пісіріп аламыз. Тұз ештеңе қоспайсыздар. Картопымыз дайын болғанша, менде осындай сыр сулугуни, соны күштен өткізіп, дайындап қоямыз. Сыр сулугуни немесе брынзаны қоссаңыздар да болады араластырып. Міне біздің начинкаларымыз дайын, картопымыз толықтай суда пісіп шықты. Енді картопты пюре қылып езіп шығасыздар. Енді екеуін жақсылап араластырып, үстіне кішкене тұз қосып, осындай масса шығарасыздар. Егер де сіздердің сырларыңыз тұзды болатын болса, онда тұз керек емес. Ішіне салатын начинкаларымызды осылай домалақтап 8 бөлікке бөліп шықтым. Сіздердің табаларыңыздың көлеміне қарай болып шығады. Тура солай бірге бір, яғни нанды да. Нанымыз менде шамамен осы картоп піскенше және барлық жұмыстарын жасағанша ол шамамен 25 минуттай тұрды. Оларды да тура начинканың көлеміндей осылай дөңгелетіп аламыз. Енді осылай видеодағындай кішкене ғана жайып, ішіне начинкамызды салып, жақсылап осылай буып, жұқалатып жайып шығасыздар. Енді қызып тұрған табамызға май ештеңе құймай, құрғақ табада осылай хичиналарымызды екі жағынан да осылай пісіріп аламыз. Қақпағын жауып, шамамен әр жағын 5 минуттан пісіріп аласыздар. Хичиналар дайын болғаннан кейін екі жағына да бетіне сары май жағып шығасыздар. Міне біздің хичиналарымыз дайын, өте жұмсақ, өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше лайк басуды ұмытпаңыздар.